Альмира! Не өкіп кеткесін? Сен кімсің? Суперболдың жаңа маусымы басталып жатыр ғой. Сен кімсің дейін? Мен есімім Әділет. Суперболдың жаңа жүргізушісімін. Нұрс қайда? Нұрс жек қойғам. Сен бізге керексің. Енді мен жеп қоймақсың ба? Мен ол тастап кеткем. Альмира, сен түсінбедің. Бізге қазір жасалайын деп жатқан жұмыстардың барлығы сенсіз қиынға соқпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ. Көк қақпаққа ақ қақпақ. Айтып көрші. Хаям жемеш. Әңгімесі жоқ. Әдемі айтып тастадың. Бірақ кеттік бірге Қазақстан футболының дамуына үлес қосайық. Оның үстіне халық сені сұрап жатыр ғой. Мені ма, менің топтарымды ма? Әрине сені. Және сен топтарыңды. Жарайды, күте тұрып. Бар топтарымды алып қайтайын. Қалайсыздар? Супербол жобасы өз жұмысын бастады. Биыл біз Қазақстанның 4 ең ірі қалаларына саяхат жасап, және Өзбекстан, Қырғызстан елдеріне де бірге баратын боламыз. Ал бүгін біз Алматыдамыз. Мұнда тіркелген адамдардың саны 1000-нан асады. Ал енді дәл қазір сол тіркелген футболшылар қайдан келді, қандай мақсатпен келді, сондай сұрақтар қойып, бірге анықтайтын боламыз. Кеттік ендеше. Микрофон қайда? Ой, бош, қозғалшы, блин. Алғашқы сұрақ, алғашқы тіркелушіден қарап отырсаңыздар, мінекей 001. Асхат мырза, бұл жігіттің есімін біз қайдан білеміз? Себебі Асхат былтырғы маусымның қатысушысы, әрі финалға дейін өттің. Асхат, негіз қай қаладан келдің? Қарағанды. Неге Астанаға келе салмадың? Бірден біз Астанаға барамыз ғой. Сағын қалды Супербол. Конкретно Алматыда қыдыруға келдің ғой, шынын айтса. Заодно Суперболға барып, кешке қыдырып қайтып, бәрі боди, анау мынау дейсің ғой. Мынау кімнің бопаши? Мынау кімнің бопаши? Жаным, мыналындай сияқтылар сені басып кетеді ғой, құрсын байқа. Есімің кім? Расул. Негізі футболшы болу ма мақсатың? Басында сондай опыт жинап. Кішкене опыт жинап, кейін глобаға келіп кетемін десе. Мынау төтөний ғой мынау, төтөний. Төтөний ғой мынау. Сәлем. Саламатсыз ба? Атың кім? Ағарс. Бес қанша алып жатыр? 100. 100? Иә. Не шлепкамен келдің, пляжға келген сияқтысың ғой. Мынау Гарри Поттер. Рамазан жасы нешеде? Не біле бәрі 15-те. Негізі 17 мен 23 жас аралығы. Футбол жасқа қарамайды. Бұл жігіттің ең үлкен бір плюсы бар. Оның очкиі +4, е? Байқағандарыңыздай Супербол кастингіне қатыса алатын жастар 17 мен 23 жас аралығында болу керек. Есімің кім? Елнұр. Қандай командаға жанкүйерсің? Барселона, жаным, жатқан жерлерің жайлы болсын уақытша. Малуданың туған нағашы сөйледі ғой жерде. Where are you from? From Africa. I'm English 50-50. Қай қаладан келдің? Бенин. Бенин. Есімі Марк деген жігіт. Енді бұл жігітпен көп сұхбаттаса алмаймыз. This is Kazakhstan, this is Almaty, the big drama show. My name is Adik. Сәттілік. Жол. Қонақты өткіз жіберейік. Давай. Бұл жерде Алматы, бұл аншлаг, бұл Супербол. Жаңа Марк деген жігітті кезексіз өткізіп жібердік. Қазақилыққа салдық. Кешірім сұраймыз, біз сондай қонақ жайлы халықпыз. Жаңа құлағымның сыртынан тағы да біреу сөйлеп жатыр. Я приехал из Турции дейді. Енді ол әркім Турциядан келдікен, Шонжыдан келдікен, Шаралдан келдікен деп оны бәрін мен кезексіз өткізе білетін болсам, абыройдан абырой қалмайды. Бұл Супербол жобасы жаңа маусым, 3-ші маусым осылай қызықты кептеліспен басталып жатыр. Одан әрі жалғастырамыз. Кеттік. Бірер минутта алғашқы тіркеуден өткендер алаңға шығып, биылғы маусымның
скауттары бапкерлерінің алдында сыналатын болады. Ал биылғы скаут бапкерлер олар кімдер? Таныс болыңыздар. Хотя бы каждый по 30 минут сыграть. Ты стой, пока ничего не меняйся, играй просто, постой, я скажу, когда будет. А вы пока подождите, потянитесь, отдохните, ладно, ребят? Приготовились! Супербол жобасы осымен Алматы қаласында басталды! Жалпы ережені түсіндіріп өтейін. Ең бірінші тіркелу. Ол жерде әр ойыншыға жеке нөмір беріліп, сол нөмірі бойынша топқа бөлінеді. Бірінші турда скауттар үлкен алаңды 4-ке бөледі. Қатысушыларды әр алаңда футбол ойнатып, олардың икеміне мән беріп, сынап, бақылап, өздеріне ұнаған ойыншының нөмірін белгілеп алады. Осылай бірінші турда аяқтап скауттар өзара ақылдасып, екінші турға кімдер өтетінін шешетін болады. Сондықтан осы жерде өзіңді көрсетіп қалу керек. Алматыға келгенде тауларды ұнатыпсыз. Тағы қандай таулар ұнайды сізге? No, you know, to be honest, I didn't have time to go to the mountains probably today, but I heard about the mountains and, you know, it's always nice. I cannot compare mountains, but I'm sure I will have a great time. Қалай демаласыз? Кайфовать етіп тұрасыз ба? Relax for the moment, you know, we're just starting the day, visiting the kids and the project. And it will be a busy day, but with nice people, so I enjoy it. Ол кайфовать еткенге жатпайды. Қымыз ішіп көрдіңіз ба біздің қазақтың? Not yet. Yesterday I tried a specialty with horse meat, but milk not yet. But we have a few meals today, and I will tell you after. Очкиді қанша қалдыңыз? Oh, I don't know. I don't even know. Қайрат Нұртас берген жоқ па? No. Челсида дедовщина болды ма? No, not old guys or young guys, but everybody every day was challenging, not bullying, but challenging. But it was nice, in a nice way. Маған сыйлыққа не алып келдіңіз? Мен қымызға тойғамын дедімші. Мақұл сұрап атқан жоқпыз ғой, не болсыншы? Сізде Джон Терридің номері бар ма? Yeah, sure. Берсей. Қай қаладан келдің? Алматы. Цитаты или өлең айт? Пустой квадрат. И тусклый свет. Шабуылшы, иә? Хат шабуылдап қоясың ба не? Саған қарай ма? Маған қарай ма дейді. Маған қарай? Иә, хат шабылдым. Все, онда Шымкентке барам, күтіп ал. Қандай позицияда ойнайсың? Орталық жартылай қорғаушы. Жартылай қорғаушы. Сонда мен жартылай қорғайсың ба? Так, қыз болсаң мақырге не сұрайсың? Самолет жет. Немене бәрің жеткенмен қақа кетейін деп жатсыңдар? Сен қандай жігітсің? Достойный. Брат, танкінің кілті қайда? Таңертең вақтыдан шықтыңыз ғой деймін? Қаяқта жұмыс жасайсыз? Бар ғой, бармаймын. Бармен? Скауттарға бардан ештеңе алып келмедің ба бұлай? Кімге кедергі жасамаңдар, ә? Қазір біздің скауттарымыз ойынды қарау үстінде, күннің астында шаршап кішкене терлеп тұр. Барып енді дальше терлетейік, жүріңіздер. Сәлеметсіз бе, Ұлан?
Қалыңыз қалай? Жақсы. Сізге бір-екі сұрақ қойсам. Қалай болып жатыр жалпы? Жалпы енді бүгін бірінші күн, балалар қатты ойнап не істеп жатқандар көрініп жатқан жоқ енді. Кішкене өзім таңдаған бір 5-6 бала бар. Әлі енді біткен жоқ. Басы көреміз, ары қарай қалай болатынын. Сізді біраз адам таниды негізі, бірақ дегенмен де таныстырып кетейін. Так, алдарыңызда бүгін бізде қонақта талантты, мықты әнші Ұлан Қонысбаев. Әнші. Жалпы футболдан хабарыңыз бар ма? Қатты емес. Қатты емес, жарайды. Так, грудағыңызды қалай шығардыңыз? Ұстап көрсем бола ма? Болады. Әдемі екен, оригинал екен. Сіз ұлттық құрама сапында Германия қарсы біля зайбал деп боқтадыңыз. Неге қазақша боқтамадыңыз? Неге қазақша боқтадым ғой? Қазақша біля зайбал деген қазақша боғаз емес қой? Жарайды, қинамай-ақ қояйын. Оңай сұрақ, мен или бидаш? Бидаш. Почему? Енді сізбен енді танысып жатырмын ғой енді. Иди быстро шын принеси. И спинальный доску. Спорт болғаннан кейін мұндай болады. Бұндай жобаларда барлық әдем бола бермейді. Бірақ біз енді сауығып кетуін тілейміз. Жарақат ауыр болмаса екен дейміз. Құрметті көрермен, бүгін біздің қатысушыларымыз жалғыз келмеген, яғни жанкүйер болып, жанұясымен келген қатысушыларымыз бар. Сол кісілердің бүгінгі жобаның алғашқы күнгі өтіп жатқан кастингі жайлы ойларын білейік. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Сіздің ініңіз ба? Иә, інім ғой. Бәсе ұқсайсыздар. Биыл бірінші рет келіп тұрсыз ба? Үшінші рет. Үшінші рет өзіңізді өттім деп ойлайсыз ба? Өттім деп ойлаймын мен. Да? Мықты ойнап тастадым осы жолы. Гол салдым ғой. Екеу салдым. Бұл жерде мінез мықты болу керек, және де өзіне деген сенімділік мықты болған жігіттер ары қарай өтеді деп екінші группта көрмей қалсақ Әділханды. Сонда сіздер әлгі жерде жігіт пен қыз деген сияқты ма? Бар да енді. Ондай бар. Қай қаладан келдіңіз? Тараздан, Қаратаудан. Сен алдыңғы жыл Таразда болдың, супер болды, е? Сен ол кезде басқа қызбен келген сияқты едің ғой. Ұлан, менің сұрақтарымнан кейін кішкене миы қортпай жатыр. Миы қортатын адамдарға барайық, жүріңіздер. Алан, здравствуйте еще раз. Можно на пару слов? Да, можно, конечно. Поздравляю вас с началом нового сезона. Какие ожидания от этого сезона? Да, поздравляю нас всех. Это наше уже такое детище. Ожидания. Самый большой кастинг, наверное, в Восточной Европе. Я не знаю, может, в мире есть такие большие кастинги, но мы точно возглавляем лидерство. Вот, поэтому я думаю, что ожидания только самые высокие. Волейбол или баскетбол? Не о чем. Я люблю больше всего бейсбол и большой теннис. На сколько таймов максимально вы сможете отработать? Насколько я могу отработать? Блин, 2 по 45, а там посмотрим. А скучали по мне? По-другому никак. Я тоже очень сильно скучала по вам. Спасибо. Енді сіз қалай ойлайсыз, жаңа сіз таңдаған баланың ішінде финалға дейін бара ала ма, бара алмай ма, әзірге айта аласыз ба? Бір 8-9 бала таңдадым, лично мен. Сіз өте ақ көңіл екенсіз. Спасибо, ребят, большое за то, что вы приняли участие в сегодняшнем дне в этом проекте, который нам принес много удовлетворительных моментов. Начали мы утром и заканчиваем практически уже в 9 вечера. Итоги этого турнира будем объявлять, кто дальше прошел в следующий этап. Номер 1 проходит следующий тур. Номер 8. Номер 619. Номер 124. Номер 697. Спасибо. Всем спасибо, ребят. Құрметті көрермен, осымен бірінші күн өз мәресіне жетті, ал дәл қазір ғана екінші күнге, екінші кезеңге өткен қатысушылардың тізімін жариялаған болатын. Енді сол жігіттерден, қатысушылардан эмоциясын көріп, жалпы сұрақ қойып енді білгіміз келеді. Қалай? Эмоцияларын қалай?
Эмоции замечательные. Я 3 года пытался, в прошлом году прошел, нормально, все хорошо было. И в этом году тоже попробовал, все отлично было. Дальше больше это зависит только от нас. Құрметті көрермен, бағана ағасымен, кішкентай нәрестемен бірге келген жігіт естеріңізде болса, екінші кезеңге өтті, шын жүректен құттықтаймыз. Супер болдың, және мен атымнан құтты болсын айтамыз. Қандай сезімдесің? Өте керемет, мен бағана өтем деп айтып едім. Иә. Ермұхан, өте қуаныштымыз, және сенің келесі кезеңге өткеніне біз де шын жүректен қуаныштымыз. Өзің қандай сезімдесің? Ол айтып жеткізу қиын болады енді. Ертең көреміз енді. Ерте тұруға жақсы көңіл күймен келуіңізге тілектеспіз. Это футбольное поле. Нам кажется, мы довольно качественно провели свою работу. Ну, я думаю, день такой он был насыщенный, эмоциональный. Видно было, как мальчишки там это все отрабатывали на поле, там горели. Там, честно говоря, мне тоже понравились там несколько ребят вот наших казахстанцев. Там, ну и, конечно, африканцы, они так своеобразно немножко выделялись в этой массе, как бы тоже. Очень много было ненужной такой борьбы. Ну, я заметил то, что ребята, так же, как и в прошлом проекте, у всех есть желание, самое главное. Жобаның енді бірінші күні бүгін әлі енді мынау мықты деп айта алмаймыз. Әлі алда бәрі тек қана балаларға тек сәттілік тілейміз. Супер! Бол! Супер! Бол! Супер! Бол! Рахмет, Лиги, удачи! Бірінші тур аяқталды. Мұнда 1000-нан астам тіркелушілер болды, бірақ бағы бар адам өтті десем де болады. Алдағы уақытта жігіттерімізге сәттілік. Так, не ғой, мен айтайын дегенімші. Анау қалай жүргізіп жатыр, ана томпақ бала? Бұрын қандай күнәма осындай бір толық біреу бойы кішкентай, бұлардың ортасы жоқ па? Қандай күнәма берді менің? Альмира, сен жай ма? Естіп тұрған шығармыз, мына жерде тұрмын ғой мен. Ести бер. Не oldu, как есе айтып жатырмын мен? Бірақ шоңға адам спортивный нәрсеге бір әдем болып келуге болады ғой. Нормально жүргізіп жатыр ғой, не сұрамайды Жүргізе алмайды деп жатыр ғой сені жұртта. Ой, сендерді де көрдің ғой, бір қатырып жүргізіп жатқандар жоқ. Қойшыма айналайын, кетші жүргізбеймін. Альмира, мамасына өзің кастинг жаса да басқа ведущий тауып ал. Альмира! Бергеші!